Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай өте дәмді, жұмсақ, бір жасағаннан сәтті шығатын жағдайында круассандардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жылы сүт және де жылы суды құйып, оның үстіне тұз және қант қосып, және де 7-8 граммдай шамамен 1,5 ас қасық дрожж яғни ашытқыны қосып, жақсылап араластырамын. Ашытқының мерзімі өтпеген болуы маңызды, сол кезде қамырларыңыз воздушный әрі өте күшті болып көтерілетін болады. Енді осы дайындап алған массаның бетін пищевой пленкамен жауып, 15 минутқа қалдырамын. 15 минуттан кейін осындай реакция пайда болып, ашытқы яғни осылай ашып көтеріліп тұрады. Енді осының үстіне 2 жұмыртқа яғни 1 жұмыртқаны және де 1 жұмыртқаның ақ уызын қостым. Жақсылап тұрып араластырамын. Оның үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып, жақсылап араластырып, қажетті мөлшерде ұнды електен өткізе отыра, жұмсақ, қолға сәл жабысатын қамыр илеймін. Ұнды да осылай міндетті түрде електен өткізіңіздер, сол кезде қамырдың жақсы ашуына да әсер етеді. Осылай венчикпен араластырып алып, әрі қарай қолмен жұмсақ қамыр илейтін боламын. Барлық қажетті ингредиенттерді описание бөлімінде қалдырамын. Сол жерден көрсеңіз болады. Айтпақшы, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Осылай қамырды илеп алғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырамын. Қараңыз, қамыр осындай өте воздушный күшті болып көтерілді. Енді осы қамырды бірнеше бөліктерге бөлетін боламын. Менде осындай 8 бөлік шықты. Енді осы қамырларды орташа қалыңдықта, яғни шамамен 3-4 мм қалыңдықта жұқа етіп жайып алатын боламын. Қамырды жайып жатқан кезде басқа қамырлар кеуіп қалмау үшін бетін сүлгімен жауып қойыңыздар. Осылай жұқа етіп жайып алғаннан кейін бетіне бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды жағып шығатын боламын. Әрбір қамырдың үстіне 1 ас қасықтан қатты толтырмай майды жағып алып, бір-бірінің үстіне орналастырып шығамын. Осылай видеода көрсетілгендей барлығын бір-бірінің үстіне қойып орналастырып алдым. Енді орташа қалыңдықта шамамен 3-4 мм қалыңдықта болу қажет, жұқа етіп жайып алатын боламын. Осылай жұқа етіп, орташа қалыңдықта жайып алғаннан кейін ортасынан 4 бөлікке бөліп, әрі қарай круассан жасауға ыңғайлы етіп, тағы да бөліктерге бөліп алдым. Круассанның начинкасына маргарин сгущенка пайдаландым. Оны қоспасаңыздар да болады, бірақ қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп орадым. Барлығын осылай алдын ала дайындап алдым. Енді әрі қарай пісіретін боламын. Противенге пергамент қағазын төсеп, үстіне круассандарды қойып, бетіне жұмыртқаның сарысын жақтым. Қызып тұрған алдын ала 180 градустағы пешке 35-40 минутқа пісіріп алдым. Қараңыздар, осындай өте воздушный күшті болып қызарып пісіп шықты. Сіз де тура осы рецептпен жасап көріңіз. Өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығады. Айтпақшы, менің каналымнан әртүрлі рецепттердің жасалу жолын көре аласыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз.